Assalomu alaykum. Bugun biz damski palchik dayındaymiz. Idisqa suv quyamiz. Sari may solamiz. Әрине оны отқа qo'yamiz. Mayimiz eriu kerak. Erib bo'lgandan keyin biz uni gazdan olатын bo'lamiz. Jaylab unni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Issiq bo'ladi. So'sin uni qaytadan gazga qo'yamiz. Qamirimiz idisqa jabishgan bo'lsa, ol әлі dayın emas degeni. O işini dұрыстап қарабаңыздар. Сосын қамыр жабыспай қалса, уже ыдысқа араластырып, ол уже дайын деген. Енді оны суытып, ортасын ашып, және де бір жұмыртқадан сала береміз. Қанша жұмыртқа, қанша ұн барлығына видеоның астында рецептін жаза кетемін. Екінші жұмыртқаны қосамыз. Барлығын бір-бірден қосып араластырыңыздар. Сонымен қалған жұмыртқаларды салып, мінекей қамырымыз осылай дайын, және де қатты сұйық та емес, қатты қою да емес, осылай әдемі болып шығады. Бұны енді біз мешокқа салып, жаңағы гүл насаткасымен дамский пальчик жасайтын боламыз, құятын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіз деп кеңес беретін едім. Бір жасағаннан жақсы шығатын рецепт. Менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Жақсы жаңа рецепттермен бөлісе отыратын боламын. Мінекей листімізға осылай дамский пальчик дейді, ханымның саусақтары деп айтылады бізде. Барлығыны осылай құйып шығатын боламыз. Және де 180 градус қызып тұрған пешімізге салып аламыз. Мінекей осылай әп-әдемі қылып пісіріп аламыз. Енді сливкиді ыдысқа құямыз. Оған сахарный пудраны саламыз. Және де миксердің көмегімен қойылтырып араластырып аламыз. Айып етпейсіздер, камерам қимылдап кетіп, мен толық қылып түсіре алмай қалдым. Сіздерге айта кететінім, сливкиіміз қатты қою болып кетпесін. Болмаса, домашний қаймағыңыз болса, домашний қаймақпен де өте дәмді болады. Мен сливкиім бар тұғын, сондықтан сливкимен жасадым. Енді бір тарелканы алып, жаңағы дамский пальчиктарымызды бір батырып, сливкиға осылай қойып шығамыз. Барлығын жасап алдық. Бетіне қалаған декор жасасаңыздар болады, қалаған декорыңызды. Мен шоколадпен бетіне сеуіп шықтым. Балаларым осылай жақсы көреді. Мінекей өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер.